өзінің бойында сезіну керек болған нәрсе бұл үлкен аманаттың, жүктің бар екенін сезіну. Өйткені үкілеп әке шешесі мынау қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бар жиған тергенін балам үшін деп, ана жақта өздері аш отса да айтпайды олар. Мен аш отырмын деп айтпайды. Сенің қарның ашып қалған жоқ па, сен аяғың тоңып қалған жоқ па, жылы киініп жүр, бүйтіп жүр, сөйтіп жүр деп, сені күнімен оны ұмытып кетесің сен. Группаластарыңмен жүру мүмкін, ары бері кинолар бар, не бар, сабақтар бар, экзамен күндері бар. Сен ұмытып кетесің үйдегілерді. Бірақ үйдегілер бір сәт сені жадынан шығармайды да. Солар үшін еңсеңді тік ұстауың керек та. Солар үшін оқуға, енді Алла үшін дегенмен оны істемейді, бәрібір бесполезно, айтып керек жоқ. Ол нәрсе өте ауыр нәрсе. Сол үшін әкең бар немесе анаң бар, солардың үмітін ақтаймын деген нәрсе сенің ішіңде болу керек. Ол сен жатқызбау керек та. Мен осы қалай болғанда да осы мен үшін қиналып жатқан анау біреулердің анасы мектептердің полын жуады. Біреулердің анасы біреудің дәрет сындырып кеткен жерін тазалап жатыр да. Бірақ сол ақшасын олар өзі ауырса да аптекаға кірмей баласын салып жібереді да.